Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін сүйелді үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сүйел адамның папилломатоздық вирусының кейбір түрлерінен таралады. Тікелей қатынастан немесе әртүрлі заттар арқылы да жұғады. Бұл тегіс емес мүйіздік қабаттармен жабылған эпидермалық түйіршіктер. Тары дәнінен ірі бұршаққа дейінгі көлемде сары сұр түсте болады. Сүйелді кетірудің негізгі екі жолы бар. Олар бірі медициналық болса, екіншісі дәстүрлі әдістер. Мен сіздерге қарапайым жолын ұсынамын. Сүйелден құтылу жолдары. Ең көп таралған әдіс сүйел шөпті қолдану. Күніне 2 рет сүйел шөптің шырынымен сүртіп отырсаңыз, бірнеше күннің ішінде түсіп қалуы керек. Келесі кезекте йод. Тағы қарапайым әдістердің бірі йод. Қолыңызды жуып, мақта таяқшасын йодқа малып, сүйелдің түп жағына жағыңыз. Процесті сүйел құрғап қалғанға дейін жалғастырыңыз. Йодтың орнына салицил қышқылын қолдануға да болады. Тағы да бір әдіс сарымсақ. Көптеген адамдар сүйелге қарсы ең тиімді емге сарымсақты жатқызады. Өйткені оның терідегі түрлі жараларды жоятын қасиеті бар. Сарымсақты ұсақтап турап, сүйел шыққан жерге басып, үстінен бинтпен ортасаңыз жеткілікті. 1,5 сағаттан кейін бинтті шешіп, жара тұрған жерді сабынмен жуу керек. Бұл әдісті күніне 2 рет қайталаған жөн. Келесіде ұсынатыным азот. Азотпен сәл күйдіріңіз. Оны дәріханадан сатып ала аласыз. Қымбат дәрі болғанына қарамастан сүйелді жылдам кетіреді. Егер осы тәсілдердің ешқайсысы көмектеспесе, дәрігерге көрініңіз. Есіңізде болсын, гигиена ережелерін сақтауыңыз қажет. Қолыңызды сабынмен жиі жуыңыз. Ыстық күндері бактериялар белсенді таралады. Сондықтан күнделікті шомылып отырған дұрыс. Денеңізде жара пайда болған болса, антисептикпен сүртіп, үстіне пластыр жабыстырыңыз. Бассейн, душ, жаттығу залы және де саунаға барған кезде аяқ киіміңізді шешпеңіз. Сөлгі және жеке гигиена заттарын өзіңізбен бірге алып барыңыз. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.